Ассаламу алейкум достар. Сіздермен бірге ғажайып оқиғалар мен әдеби деректер арнасы. Бүгін сіздермен 1932 жылы болған аштық кезіндегі аянышты оқиғалармен бөлісетін боламыз. Оқиға басталмас бұрын каналға жазылып, қазақ тілді арнаны қолдай кетіңіздер. 30-шы жылдары астық жөнді шықпады. Мал жоқ. Ел нансыз қалды. Қарамияның басын қуырып шай қылды. Қырда сары ала тышқан болды, соны асып жеді. Жақын деген кісі қырдан 2 тышқан әкеп, соны кешке асып жеген еді. Келесі күні үй ішімен қырылып жатты. Сөйтсе елдің айтуынша олы тышқан дейді. 40 жылғы тулақты қайнатып та жегендер болды. Жібімейді деген. Сарымсақты қазып жеді. Өліп жатқан адамның тәнін апарып көмген болады. Оны таңертең ит жеп жатады. Ит пен мысықты жеу өте көп болды. Соның өзі табылмайды. Ит пен мысықтың еті қойдан да артық болды. 1933 жылдары өкімет аздап мал берді. Қолында күш көлігі барлар аздап егін екті. Көбі сол Қытай асып, сол жақтан тамақ, мал мүлкін әкеп жатты. Өзімнің ағайым Қытайға барып, 2 рет 2 сиыр астық әкелді. Сөйтіп аман қалдық. Қытайдан мал ұрлап жеп жатты ма, әлде затқа айырбастап жатты ма, оны білмедік. Анығын Алла білуші. Рахметолдин Жағатай. Қазіргі Семей облысы Ақсуат ауданы Күлбабас селосында. Жазып алушы Әліпбаев Аманкелді. 1932 жылы Зұлмат профессор Қамбар Атамбаев жетекшілік жасаған тарихи этнологиялық экспедиция деректер атты кітабынан алынды. Осы күнімізге шүкіршілігі тек бауырлар.